Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде лучший подруга бірінші бөлім. Осы сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Мен сіздер үшін тырысып көптеген сериалдар және де мен сұрақ-жауап видеосын түсірген дедім. Бірақ осы сериал бітсін, сосын көреміз, сұрақ-жауапты түсірем бе, оны ойланып көрермін. Ендеше сіздер маған қандай сериалдар түсіру керек, қызықты, яғни сериалдарды жазып кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Анау бәле қасына келмей қойсыншы, мен оны жан досым, жан құрбым деп жүрсем, жынды ғой таза. Өзі маған ұстап қояды прикол, өзі түсінбейді приколды. Жынды, қасыма жатпай қойсын. Не істеп жатырсың? Сен сұрамай қойшы, жатпайсың менің қасыма, басқа жерге жатшы. Вообще сен осы үйден көшіп кетші, өзім бір өзім тұра берем. Сен бұған ақша да қосқан жоқсың. Бұны менің ата-анам алып берді. Сен кетсең кетші бар. Ата-анам онсыз сені тұрғызба деген еді. Не? Мен қазір қайда барамын? Кішкене ойлансаншы, менің ақшам бар ма? Бәрібір маған не, сенің өмірің маған қызықтырмайды. Барша, менің мінезімді білесің. Жынды ма мынауы, не болған? Жарайды, кетсем кетейінші. Мен соның үйіне қарап тұрған жоқпын. Кетсем кетемін. Осы киімімді киіп алайын да кетем. Керек емес, шақырмасын енді мені. Келмеймін да. Ата-анама звондауым керек енді. Өзім квартира жалдап тұрмасам, жынды болып қалған ғой таза. Телефоным қайда еді? Мына жақта екен ғой. Жынды басты миы тупой болып қалған ба? Ақымақ екен таза. Мама, қалайсыз? Енді ұйықтап қалған шығарсыздар, я? Кеш звондап тұрғаныма кешіріңіздер, бірақ мен бір жағдайды айтуым керек. Я, жақсы, не болды өзіңде? Өзің қалайсың? Енді жақсы емеспін, жаман болып тұрмын ғой. Не болды? Айтсаңшы тезірек, адамды уайымдатпай. Мені, яғни досым, үйімнен қуып жіберді. Неге? Ренжісіз қалдыңдар ма? Я, ол өзі ғой. Мені прикол түсінбейді дейді, мен прикол түсінбеймін ғой енді. Сен өзің бастаған шығарсың барлығын, я? Енді не істейін енді, ыдысты өзі жусын. Кезекпестен істеу керек. Ол тек қана сен ғана тұрып жатсың ғой. Тек ол тұрып жатқан жоқ қой. Сен де тұрып жатсың. Қойыңызшы, сол қызды жақтай бересіз. Мен қайқа барам енді? Ақша аударсаңызшы, квартира жалдайын. Бағасын көрсеңші, қымбат шығар. Жақсы көремін. Тезірек кетіп қалайыншы осы үйден. Таң атады. Ойбай, қайырлы таң. Қайда ол? Қайда Нұрай? Қайға кетті ол? Не болды кеше? Басым ауырып тұр ғой. Басым сынып кетті. Қайда екен, звондап көрейінші. Так. Алло, қайдасың сен? Қайға кетіп қалдың? Маған звондамашы, сен өзің кеше қуып жібердің ғой үйіңнен. Сол үшін кетіп қалдым. Сенің үйің маған қажет емес. Тұра бер сол үйде. Не болды? Мен кеше не істеп қойдым? Мен олай қумаушы едім ғой. Есіңде жоқ па? Болды, маған звондамашы. Не болған мынаған? Жарайды енді. Өзі тұрса тұра берсін, маған бәрібір. Өзің жалғыз тұрсан, қызықсыз екен. Подругама неге олай айтты екен? Менің жалғыз жан досым ғой. Жарайды енді, оны қалай шақырсам болады екен? Или мамасының номері бар емес пе? Сонымен звондап көрейін. Сонымен шақырып, айтпесе, мен жалғызырап кеттім. Енді түсіндім мен. Жақсы. Енді қазір барып звондап көрейін.
Алло, қалайсыз? Бәрі жақсы ма сізде? Иә, бәрі жақсы, өзінде қалай, қызым? Жақсы, жақсы ғой. Енді өзіңіз естіген шығарсыз, иә, естідім. Енді менің қызым сондай ұрсып тұрасыңдар, білем, кішкентай кездерінен бері ұрсасыңдар. Иә, мен өзім бір үйде жалғызырақ кеттім. Мен подругамды қайтадан шақырғым келеді, ол қандай квартираға кетті, немесе өзіңіз звондап шақырасыз ба? Әуре болмай-ақ қой, мен қазір өзім звондап келсін деймін. Жақсы, сізге көп рахмет. Осы апайға көп рахмет. Қанша мені ойлап жүреді. Нұрай, мені кешірші, менікі дұрыс болмады. Өзімдікін қатемін түсінемін. Мені кешірші, өтінемін, енді айырылыспай жүрейікші, өтінемін. Жарайды, мен де сені қатты сағынып кеттім. Енді ұрыспай жүрейік. Мен өзім бастадым ғой енді. Иә. Жарайды, жүр кеттік. Тұрып қалдық қой, үйге кір, шай берейін саған. Жақсы, кеттік.